Good day. Сәлем, қымбатты достарым. Бүгінгі тақырыбымыз to be going to конструкциясы. Каналыма тіркеліп, комментарий қалдырыңыздар, лайк басуды ұмытпаңыздар. To be going to бұл қай кезде қолданамыз? Бұл бір нәрсеге жоспарлап істейін деп жатқан әрекетті айтады. Немесе алдын ала жоспарлайын деп отырған іс әрекетті айтамыз. To be going to-дің конструкциясы екі бөліктерден тұрады. Өзгеретін бөлігі біз to be етістігін аламыз. Және өзгермейтін бөлігі going to. Құрылымы бірінші бөлігі to be жаққа және де шаққа өзгереді. Мысалы, I am going to. You, we, they are going to болады да. He, she, it та is going to-ды қолданамыз. Ал екінші бөлігі going to ешқашанда өзгермейді. Мысалы, we are going to visit the zoo. Біз зообаққа барайын деп жатырмыз. Яғни біз әлі барған жоқпыз, бірақ біз жоспарлап жатырмыз. She is going to buy a car. Ол машина сатып алайын деп жатыр. Яғни оның машина сатып алайын деп жатқанын, жоспарлап жатқанын бізге баяндап тұр. Болымсыз сөйлем. Болымсыз сөйлем құру үшін бастапқы бөлігіне not қосып, болымсыз сөйлем жасаймыз. Мысалы, we are not going to visit the zoo. Яғни to be етістігінен кейін біз notты қосамыз. Біз зообаққа барайын деп жатқан жоқпыз. She is not going to buy a car. Ол машина сатып алайын деп жатқан жоқ. Яғни болымсыз сөйлем жасап жатырмыз. Сұраулы сөйлем. Егер сұраулы сөйлемді жасау үшін to be конструкциясын сөйлемнің алдына шығарамыз. Мысалы, are we going to visit the zoo? Яғни to be етістігі есімдіктің алдына шығып кетеді. Біз зообаққа барайын деп жатырмыз ба? Is she going to buy a car? Ол машина сатып алайын деп жатыр ма? Арнайы сұрақтар. Мысалы, what, who, тағы да басқа, where деген арнайы сұрақтарға қойылған кезде what are you going to do now? Сен енді не істейін деп жатырсың? Яғни біз what'ты қойып, содан кейін барып to be етістігін ары қарай жалғастырып кете береміз. Назарларыңызға рахмет. Thanks for you a lot. Каналыма тіркеліп, лайк басуларыңызды сұраймын.